Енді өміріміз бақытты сәттер деген тренингте осы бір ай ішіндегі бір ай ішіндегі ең бақытты сәтіңізді үш рет бақытты болған ең керемет сәтіңізді есіңізге түсіре отырып, сол үш бақытты сәтіңізді үш тізге белгілеп ортасына келесіз. Үш түрлі тізбен қою етіп аласыздар, өте қою етіп алған жақсы. Бір ортасына қазір көрсетейін, түсінікті болу үшін. Міне, бұлай ортасына қоюлау етіп аламыз да, дәл ортасына осылай қоятын боламыз. Содан кейін тағы келесі таңдаймыз. Бақытты сәтімізді есімізге түсіре отыруымыз қажет. Бір ай ішіндегі соңғы. Келесі өзіңізге қалай басқартты, мен сіздерге түсінікті болу үшін өзім бірге жасадым. Бірінің астына бірі болған жақсы. Жақсы, барлығымызда осылай бұл арт-терапиялық жаттығу балаларға қойып дәл осы бақытты сәтімізге түсіре отырып, үш тізге теңеп жерлейтін болады. Бояуымызды оң жағына таратамыз. Бояуымыз сыртына шығып кетпесін. Шама келсе, ортасына, жан жағына өзіңіз қалай таратқыңыз келеді, дәл солай таратасыздар жан жағына. Енді осы парақты ашамыз. Бұл біздің бақытты сәтіміздің, әрқайсымыздың бақытты сәттеріміздің символы болып табылады. Енді осыны өзіңіз белгілі бір суретке белгілей отырып, арт-терапиялық жаттығуды орындау барысында оқушыны дәл осылай сұрайсыз ғой. Қандай бақытты сәттер есіңізде ата-анаңызбен болған уақыт бар? Соны есіне түсіре отырып,